Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Номері 148 Қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Пәні биология. Сыныбы 8Б. Пән мұғалімі Қойшыбаева Алма Әбілқасымқызы. Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы 8-6 қозғалыс биофизика. Сабақтың тақырыбы адам қаңқасының құрылысы, тірек қимыл жүйесінің маңызы. Тақырыпқа сәйкес оқу мақсаттары 8.1.6.1 тірек қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар тірек қимыл жүйесінің қызметтерін біледі. Оқушылардың басым бөлігі адам қаңқасының құрылысын түсінеді. Кейбір оқушылар қаңқаның құрылысы және орналасуын салыстыра алады. Оқу мақсатынан туындаған бағалау критерийлері: тірек қимыл жүйесін айта алады, сүйектердің бір-бірімен байланысын түсіндіреді. Белсенді оқу әдістерін пайдалана отырып, үй тапсырмасын пысықтау мақсатында серпілткен сауалдар әдісі арқылы оқушылар берілген сұрақтарға жауап берді. Мысалы, тері неше қабаттан тұрады? Тер бездерінің қызметін атаңдар. Тер арқылы қандай заттар шығарылады? Тері аурулары белгілерін атаңдар. Дескриптор терінің қабаттарын атайды, тер бездерінің қызметтерін анықтайды, тері ауруларына мысалдар келтіреді. Қалыптастырушы бағалау, мұғалім мадақтамасы. Тақырыпты ашу мақсатында ой қозғау әдісі арқылы бейнетаспа көрсетілді. Жаңа сабақты түсіндіру өме әдісі арқылы жүзеге асырылды. Яғни оқушылар оқулықтан берілген тақырыпты оқып, ортада алған ақпараттармен бөліседі. Қалыптастырушы бағалау смайлик арқылы. Жоғарыда сараланған жұмыстарға байланысты жеке тапсырма берілді. Бірінші тапсырма сандар сөйлейді әдісі. Яғни оқушылар берілген қаңқаның суретінен номері 2, 4, 6, 8 сандарымен берілген сүйектерді атайды және қызметін анықтайды. Дескриптор тірек қимыл жүйесіне қатысатын номері 2, 4, 6, 8 санмен берілген сүйектерді атайды. Тірек қимыл жүйесіне қатысатын номері 2, 4, 6 және 8 санмен берілген сүйектердің қызметтерін сипаттайды. Қалыптастырушы бағалау байғазы әдісі арқылы. Екінші тапсырма дұрыс, бұрыс әдісі арқылы берілген тұжырымдамаларға дұрыс және бұрыс белгісін қояды. Дескриптор адамда тірек қызметін не атқаратынын атай алады. Омыртқа жотасының қанша жерде илемдері бар екенін анықтайды. Тірек қимыл жүйесіне қатысты тұжырымдама арқылы сүйектердің маңызын анықтайды. Қалыптастырушы бағалау смайликтер арқылы. Сабақтың соңы рефлексия, яғни балық қаңқасы әдісі арқылы жүзеге асырылды. Бүгін мен білдім, қолымнан келді, қиындық тудырды. Назарларыңызға рахмет. Рефлексия. Балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізбен бөліссеңіздер, балық қаңқасы әдісі арқылы бүгінгі сабақтан не білдіңіз? Бүгінгі сабақтан қолыңыздан не келді? Қиындық тудырған сұрақтар мен тапсырмалар не қиындық тудырды? Мен бүгінгі сабақтан адам қаңқасының үшке бөлінетінін білдім. Олар бірінші бас сүйегі, тұлға, қол, аяқ сүйектері. Оларға жеке-жеке тоқталып өтетін болсам, бас сүйегі бет бөлімі деп және ми бөлімі деп екіге бөлінеді. Ал тұлға, омыртқа жотасы және кеуде қуысы деп бөлінеді. Ең соңғысы ол қол-аяқ сүйектері. Олар қол сүйектері және аяқ сүйектері болып бөлінеді. Бүгін менің қолымнан сүйектердің түрлерін ажырата алу келді. Ал маған аздап қиындық тудырған ол адам қаңқасын толығымен түсіну. Сабақтан адам қаңқасы жайлы түсіндім. Яғни тірек қимыл жүйесінің маңыздылығы жайында. Бақ сүйектердің ұзындығы мен жуандығы әртүрлі болады. Мысалы, оларға төс, жамбас сүйектері және де бас сүйектер жатады. Қаңқасы үшке бөлінеді: бас сүйек, тұлға және қол-аяқ. Сүйекте екі бөлім бар, олар ми бөлігі және бет бөлігі. Кеуде қуысы 12 жұп қабырғадан тұрады. Олардың әрқайсысы әртүрлі орналасқан. Бүгінгі сабақта ешқандай тапсырмадан қиналған жоқпын, себебі тапсырманы түсініп, жақсылап оқып, зерттедім.
Бүгінгі сабақта мен білдім адам қаңқасының неше бөліктен тұратынын. Адам қаңқасы 17-18 бөліктен тұрады. Мысалға айта кететін болсақ, бас сүйектері, бұғана, жауырын сүйектері, шынтақ сүйектері, асқазан, білезік сүйектері, және де баспай сүйектері және тағы басқалары. Ал менің қолымнан келді, мен бұл адам қаңқасының сүйектерін ажырата білдім. Және олардың неше бөлікке бөлінетінін де түсіндім. Маған ешқандай жерде ешқандай тақырып сабақ қиындық тудырған жоқ.